Сәлем достар, сізбен бірге мен Шұғла. Бүгінгі менің локациямнан көрініп тұрған болар. Біз бүгін жай рецептілер емес, тиктокта хит болып жатқан тәтті, дәмді, оңайлы, тез жасалатын рецептерді сіздермен бірге тексеріп көретін боламыз. Видеомызды ары қарай жалғастырмас бұрын менің каналыма тіркелдіңіз бе, соны бір тексеріп кетіңіз. Астына түсіп, жазылу немесе тіркелу деген батырманы, сонымен қатар қасындағы қоңыраушаны басып кетсеңіздер менің видеолар туралы бірінші біліп отыратын боласыздар. Әрине мен сіздерді басқа да әлеуметтік желілерімде күтетін боламын. Ал енді видеомызды бастай берсек болады. Бізге керегі нутелла, тосқа арналған нан. Нан тіліміне нутелланы жағып шығамыз. Нутелланы аяп қалмаймыз, себебі нутелламыз көп болған сайын тостымыз одан да дәмді бола түседі. Екінші нан тілімен беттестіреміз. Мен бұны құрғақ табада жасайтын боламын. Тостырды жасау ыңғайсыз, әрі ол барлығында бар деп ойламаймын. Екі жағынан осылай қыздырамыз. ASMR check. Қазір мен дәмін көретін боламын. Және кесілгенде байқаған боларсыздар, өте хрустящий шықты. Бұны осындай ыстық кезінде жегенде өте керемет болады деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шықты. Қалай екен? Вкусно. Бізге тосқа арналған нан, джем немесе тосап, шоколад керек болады. Мен бетін әсемдеу үшін осындай мұздатылған бүлдіргендерді қолданатын боламын. Бір тілім нанды алып, оның жандарын кесіп шығамыз. Және рецепт бойынша осылай бізге престеу керек болады. Яғни нығыздаймыз. Бетіне тосабымызды жағып шығамыз. Енді осыны мини-рулетик қылып ораймыз. Келесі кезекте біз бетіне глазурь жасаймыз. Ол үшін шоколадтың бірнеше бөліктерін сындырып, мискаға саламыз. Кішкене сүт және сармай қосып, пешке жібереміз. 12 seconds later. Мен сіздерге әр 10 секунд сайын ашып қарап, тексеріп тұруға кеңес беремін. Осындай консистенция жарай береді. Сыртына жақсылап шоколадты жағып шығамыз. Бетіні әсемдейтін уақыт келді. Бұл әркімнің өз қалауына қарай. Енді осыны ысытқышқа жібереміз. Өте әдемі, кәдімгідей десертке ұқсап кетті. Қазір біз бірге дәмін көретін боламыз. Not bad, but not good. Yeah. Алдымен ыдысын дайындап алайық. Мен осындай кружканы таңдадым. Сұйық маймен жақсылап ішін майлап қоямыз. Мискаға бір жұмыртқамызды жарамыз. Рецепте көрсетілгендей мен бәрін осындай ас қасықпен өлшейтін боламын. Сүт, сұйық май, ұн, какао ұнтағы, қант, тұз. Осыны араластырамыз. Ең соңында нан қопсытқышын қосып, бір келкі болғанша дейін тағы да араластырамыз. Осындай сіздерде консистенция шығу керек. Дайындап қойған ыдысымызға құямыз. Дәл сол жерде маған неге ішіне нутелла қосып жібермеске деген ой келді.
Енді бізге осыны пешке жіберіп күту ғана қалды. 2000 years later. Біздің шоколадты кексіміз жақсы көтерілді. Мен оның бетін қасықпен түзуледім және електен қант ұнтағын өткіздім. Меніңше адамның тәбетін ашатындай өте әдемі кекс болып шықты. Қазір дәмін көретін боламыз. Маған ұнады. Кәдімгі кекске жетпейді енді, бірақ болады. Нутелла қайда кетіп қалғанына қызық болған. Сөйтіп әрине өзім күткендей осылай астына түсіпті. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сізбен бөліскен 3 рецептінің ішінен маған кекс пен тост ұнады, ал екінші рецепті мен екінші рет жасайтыныма күмәнім бар, сондықтан сіздерге де кеңес бермеймін. Ал қалған 2 рецепті смело жасай берсеңіздер болады. Өте дәмді шықты. Менің арнамнан қандай видео көргіңіз келеді, менің арнамдағы вопросқа жауап беріп кетіңіздер, немесе жай комментарийге де жазып салуға болады. Сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Ендеше лайк басып, комментарий өз ойыңызды қалдырып, және мен каналыма басқа да әлеуметтік желілеріме жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен ұзақ уақыттан кейін осылай қауышқаныма өте қатты қуанып тұрмын. Сіздермен бірге болған мен Шұғыла. Келесі кездескенше сау болыңыздар.